Қазақ халқының ауыз әдебиеті. Халқымыздың ауыз әдебиеті оның рухани дүниесінің аса бір мол жетілген саласы. Халықтың ой санасының дамуын оның ауыз әдебиетінен байқауға болады. Аңыз әңгімелер, батырлық және ғашықтық жырлар, мақал-мәтелдер мен жұмбақтар, тағы басқа халықтың жан дүниесін білдіретін бірден бір рухани байлығы болған. Қазақ халқы ауыз әдебиетінде келешекке деген ой арманын, дүниеге көз қарасын білдірген, отбасына жақсылық сезімін тілеген. Халқымыз өзінің өмірдегі қуанышын да, ренішін де өлең жырларында білдірген. Мәселен, дүниеге сәби келгенде, қыз ұзатып, не келін түсіріп, той жасағанда, жар, беташар, сыңсу, ал адам қайтыс болғанда жоқтау айтылған. Халық арасында таңғажайып ертегілер, аңыздар, мақал-мәтелдер, қара өлең, қайым өлең, айтыс, төрт түлік мал туралы өлең, жарапазан, шариғат өлең, тағы басқа түрі кең тараған. Мұндай өлеңдерде халық қуаныштарын да, реніштерін де, жан дүниесіндегі сезімдерін де сыртқа шығаратын. Ауыз әдебиеті көшпелі өмір тұрмысын, олардың көзқарастарын, ұғымдарын, өмір тәжірибелерін бейнеледі. Діни нанымдар мен әдет-ғұрыптарға байланысты да көптеген өлең жырлар туды.